Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ұлттық дәстүрлі көжелеріміздің бірі құрт көже жасайтын боламын. Ерекше емдік қасиеті бар осы көжені қазақтың ұлттық бренд көжесі десек те артық болмас. Бұрын әжелеріміз жас босанған әйелдерге берген іштін тазалау үшін. Сонымен бірге қыстың осындай салқын күндерінде денедегі суықты қуатын және тұмауратқанда таптырмайтын ерекше көже. Егер осы көженің жасалу жолы сізді қызықтырса, видеоның соңына дейін көріп, пікірлеріңізді қалдырып, лайк баса кетіңіздер. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, қазақша контентті қолдап, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Көжеміздің жасалу жолы оңай әрі қарапайым, өзінің аты айтып тұрғандай, құрт көже деп. Бізге керегі құрт, менде құрттың мынау жазда жасалған қатты түрі. Сонымен бірге сүзбе аламыз, сүзбеде жазда жасалынған, мұздатқышта қатырылған түрі. Сармай аламыз, бір шай кесе күріш аламыз. Сонымен бірге көжеміз қою болу үшін ұн аламыз. Егер ұндардың жоғары сұрыпты болса, алдын ала табаға салып, түсі сарғайғанға шейін 3-4 минут қуырып аласыздар. Менде екінші сорт ұн, қуыруды қажет етпейді. Ендеше көжемізді бастаймыз. Алдыменен құртымызды 1-2 мәрте салқын сумен жуып аламыз. Осыдан кейін қайнап тұрған суды үстіне құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қайнататын ыдысымыздың тек ортан белінен ғана су құйып, құртымызды салып, жай отта жарты сағат қайнатып аламыз. Жарты сағаттай қайнаған құртымызды сүзіп алып, үстіне қайнап жатқан суынан құйып, сәл-пәл суытыңқырап, қолымызбенен мыжып, езіп аламыз. Езіп алғаннан кейін қайтадан ыдысына құямыз, тағы да 10 минуттай қайнатып, тағы да сүзіп алып, дәл осылай тағы да қолымызбен еземіз. Осы процесті 3 не 4 мәрте қайталаймыз. Үш-төрт мәрте қайталағаннан кейін құртымызды сүзіп алып қоямыз. Енді күрішімізді суық суға 1-2 мәрте жуып алғаннан кейін қайнап жатқан құртымыздың үстіне құямыз. Енді ыдысымызға ұнымызды салып, үстінен салқын суымызды құйып, жарты чай қасық тұз салып, жақсылап езіп, араластырып аламыз. Осыдан кейін дайындап қойған сүзбемізді саламыз. Қасықпен сүзбемізді ертіп, езіп аламыз. Егер қатты қою болып жатса, тағы да үстіне салқын су құйып жібереміз. Осыны езіп алғаннан кейін, болса үй айранынан 1 кесе құйып жіберіңіздер, болмаса 1 кесе кәдімгі кефирден құйып жіберулеріңізге болады. Жақсылап тағы да езіп, араластырып алып, қайнап жатқан көжеміздің үстінен құямыз. Енді дайын болған көжеміздің үстіне сармайын салып, жақсылап араластырып, сапырып аламыз. Неге ұлттық құрт көжеміз дайын болды, дәмі қышқыл керемет болып шыққан, тәбет ашатындай. Сіздер де осындай керемет қасиетке ие көжені үйде жасаңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін қош сау болыңыздар.